тақырып дисплазия. Яғни дисплазия болғанда балада шаттың, сіңірдің тартылып қалуы. Яғни баланың аяғын бүккенде аяғы до конца ашылмайды. Қыз бала мысалы. Қыз балада до конца ашылу керек. А мына жердегі ашылмау себебі сіңір жібермей тұр. Бұл дисплазияның белгісі. Ортопед назначение берген массажға. Бұндай не дисплазия қыз балада көп кездеседі дедім ғой. Мысалы, өмірге 100 бала, 100 қыз келсе, соның 70 қыз баланың 70-інде дисплазия кездеседі екен. Сондықтан қыз балада өте көп кездеседі. Оған бірінші массажды бастаймыз. Кәдімгідей общий массажда көрсеткендей, общий массаж жасалады. Бірақ дисплазиясына көбірек мән бересіз та. Уқалау сипалаудан бірінші маймен кәдімгідей қыздырылған, немесе жылы май обязательно. Қолымызды жуамыз обязательно, міндетті түрде. Қолымыз жуып болғасын кәдімгідей май жағып, кішкене қорықпай, өзіңізге уверен болып, бірінші біліп алуыңыз керексіз. Мысалы да, жайлап, бүгіп, қалай жылай ма, жыламай ма бала. Жыласа бірден қатты нагрузка түсірмейміз балаға. Бірден қатты нагрузка түсірмейміз. Аяқты қыздырып болғаннан кейін жайлап уқалауды бастаймыз. Кәдімгідей табаннан бастаймыз. Табаннан уқалап әр саусақтардың арасын. Кәдімгідей общий массаж жасалады ғой. Бір жасқа дейін қандай массаж болса да общий массаж жасау керек. Тек аяққа жасау деген, тек қолға жасау деген заңдылық жоқ ондай. Ол взрослый массажда да, үлкен кісілерде, мысалы арқасымызда тек арқасына жасайды. Ал балада общий массаж жасалады. Кәдімгідей абайлап. Ең бастысы өзіңізге уверен болуыңыз керексіз. Міне, мына жермен жасайсың. Егер мынандай жермен жасасаңыз, балаға ол батады да. Сондықтан ешқандай қорқатын түгі жоқ. Адамның жасағанын адам жасайды. Основной шаттың айналасын. Шаттың айналасын уқалаған кезде, қолыңызға білінеді. Уже сіңір қатты болып тұрады. Сіздің міндетіңіз сол сіңірді жібітіп, кішкене орнына келтіру. Ашқан кезде әдемі ашылып тұру керек. Бұл массаж әрі элфка жүреді. Основной уқалау және гимнастикаларда. Уқалайсыз, баламен сөйлесесіз, алдайсыз. Основной шатын экраннан жақындатып көрсетеді, уайымдамаңыздар. Осындай шаттарын жақсылап уқалайсыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Сосын уқалап болғаннан кейін, бір аяғын уқалап болғаннан кейін, осындай гимнастика жасап жүрсеңіз болады. Бүгесіз, бүктіңіз ғой міне аяқта. Жақсылап қараңыз. Бүгеміз бірінші. Бір қолыңызбен ұстап тұрасыз міндетті түрде, екінші аяғын. Бір, жай ғана. Ол қатты ашылмайды. Ауырсынады, ауырады балада. Жай ғана. 2, 3. Кетті ма? Екіншісінде дәл солай уқалап аласыз. Жаңағындай шаттарын основной айттым ғой. Шаттағы мына жерде сіңірді. Уқалап болғаннан кейін жақсылап. Тоже основной элфка гимнастика жүреді уқалаудан кейін. Міне, тоже 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой? Тағы да бүгеміз, екі аяғын бірдей міне. Екі аяғын бірдей бүктік. 1. Ашамыз уже, ашу керек. 2, 3. Көрдіңіз ғой? До конца ашпайсыз қатты. Егер до конца қатты неғыл жүрсеңіз, баланың аяғына зақым келтіріп алуыңыз мүмкін. Сондықтан абайлап, саспай, жай ғана. Өйткені сіз уже енді массажды бірінші курсын бастап жатсыз. Балаға әлі 3 курс, 4 курс массаж жасалады бұндайға, дисплазияға. Сондықтан басында жай
процесс жай жүреді. Көрдіңіз ғой, міне осылай бір 3-4 рет қайталайсыз. Сосын тағы да бір аяғын ұстап тұрасыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сосын бүгеміз қайтадан аяқты. Міне. 1, 2, 3. Айттым ғой, қатты ашпаймыз деп. Негізі 180 градусқа ашылу керек. Дені сау балада. Дисплазия емес балада, то есть. Ол енді бірден ашылып кетпейді, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан жай созамыз сіңірді. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Егер де сіз массажист болып жүрсеңіз, осылай клиенттердің үйіне барып жүрсеңіз, өзіңіз жасап кетесіз ғой. Сосын анасына да айтып кетесіз. Осылай қайталап тұрыңыз деп. Қосымша упражнение деді ол, қосымша балаға көмек. Қосымша баласын аяғын осылай бір көрсетіп кетесің, осылай ашқаныңыз жөн болады. Және де бұндай балада ләжі барынша бесікке жатпау керек. Бесікке жатқызбаған дұрыс. Аяқты қоспау керек. Вообще аяқты қоспау керек. Никак. Аяқты ашып жүру керек. Міне, аяқ көтергенде де тура осылай. Көрдіңіздер ғой? Баланы көтергенде де осылай. Былай көтермеу керек. Уже дисплазия ма? Міне. Күніге көтеріп жүрген кезде, күніне 2 мезгіл, 1 мезгіл баланы көтересіңдер ғой. Сол кезде міне осылай көтеру керек. Бұл үлкен көмек дисплазияның кетуіне. Айттым ғой, жаңа тағы да приемдары бар. Көрсететін боламын. Бірінші массажды уқалап болайық. Алдын уқалап болдық қой. Сосын етпетінен жатқызамыз баланы. Етпетінен жатқызамыз. Тоже полный массаж жасалады. Полный жасаймыз. Ал мына жағына келгенде кішкене көбірек жасайсыз да, дисплазия жағына келгенде. Жақсылап уқалаймыз. Жамбастарын уқалаймыз. Тоже міне шат экраннан көрсетіледі. Жақсылап міне шаттың уже айналасын уже. Жамбастың асты жағын уқалайсыз уже жақсылап. Көбірек мән бересіз да осы жағына. Түсіндіре алдым ғой. Міндетті түрде маймен. Атау май қолданбасаңыз, қолыңыз жүрмейді. Баланың терісіне зақым келтіріп алуыңыз мүмкін. Жақсылап уқалайсыз. Екінші аяғында тоже солай. Бұл балада ұршық нормальный. Просто несі сіңірі тартылып тұр да, сіздің міндетіңіз соны ашу. Уқалап болғаннан кейін, уқалау жүргеннен кейін, тоже жаңа міне ЛФК гимнастика дедім ғой. 1, 2, 3. Уже баланы айттым ғой, 3 курс, 4 курс беріледі дедім ғой. Уже екінші курсынан кейін, бір курсы 10 күн жүреді. 10 күннен кейін бала бір 10-15 күн дем алып, уже екінші курсын бастау керек. Сол кезде мына гимнастиканы қоссаңыз болады. Абайлап, ол енді кішкене қиындау. Міне 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой? Абайлау керек. Міне жамбасынан ұстаймыз. Екінші аяғын. Қайталап айтам. Уже екінші, үшінші курсында жасалынатын гимнастика. 1, 2. Көрдіңіз ғой? Аяқ қалай тұр? 3. До конца бүйтіп апарып жүрмеңіз. Жай да. Сосын міне тоже екінші курсында қолданасыз бұны. Баланы осылай ұстайсыз. Осылай. Массаж жасап болғаннан кейін полный. И мына екі аяқ бүгіледі. Екі аяқ негізі бүгіледі. Кукламен болғасын кішкене ыңғайсыз болып тұр. Екі аяқ бүгіледі. Екі аяқ бүгілгеннен кейін не былай ашу керек, қараңыз. 1, 2, 3. Мен когда кукла болғаннан кейін былай қолмен сіздерге ыңғайлы болсын деп, көрініп тұрсын деп осылай көрсетіп отырмын. Негізі қол былай тұрады. Міне. Былай тұрады. Қолыңызда, міне. Бұл балаға өте шатының ашылуына көмегі зор тиеді. Міне.
Сондай. Сосын кәдімгі полный бәрі массаж жасалып бітеді ғой. Үй жағдайында, қазір көрсетемін, үй жағдайында тағы біреуім бар. Так, полный массаж жасап болғаннан кейін, баланың аяғы ләжі барынша ашық жүру керек дедім ғой. Үй жағдайында қалай жасауға болады? Осындай матаны алып, кәдімгі пеленка ғой. Осылай орайсыз, міне, осылай қоясыз. Баланы үстіне жатқызамыз. Және де міне, баланы жатқызамыз. Сосын баланың аяғын ашамыз, шатын міне. Енді екі адам істеп тұрады, ашып тұрады. Сосын міне. Уже бұлай не қылғаннан кейін қара. Мына жағын қарап түсір. Міне. Әдемі ашылды ма? Мына жерден бір тоже матамен бір орап қоясыз. Осылай жүру керек бала. Таңертеңнен кешке дейін жүрсе де болады мысалы. Байлап қою. Үй жағдайында да, бұл үй жағдайында. Негізі осындай ортопедический нелер бар, сатылатында. Үй жағдайында осылай жасасаңыз да болады. Баланың аяғы ашық жүрсе, неғұрлым дисплазиясы кетеді. Ұршық орнына түсіп дамиды деген сияқты да осындай үй жағдайында.